Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Ой, интернетті өшіріп қояйық, жетпеген дүние жетпейді, жұмыс болмаса болмасын. Жұмыс болмай жатыр, жай болып жатыр, жай. 2026 білмеймін сіздерге қалай тиіп жатыр. Мен таныстарыма қатты тиіп жатыр екен. Маған да тиіп жатыр енді былай. Оңынан солынан кеп қап, байқамай қап қарыз болып кетіп, анадан алып мынаған жауап, мынаған жауап, сондай өмір өтіп жатыр. Жалпы 2026 енді білмедім не болады екен. Көппен көрген ұлы той дейді ғой. Көппен көрген ұлы той деген енді көп халық тойды көре ме екен, қазақтың жағдайы жақсы болып. Шетелге шығып қашан демалады екенбіз деп қалдым да бір кездер. Әлемнің дамыған елдерін қарасаң, әйтеуір сол пенсияға шыға салып шетел аралайды екен, бүйтеді екен дейді ғой енді. Сол бір жіп түзу керек болып тұр ғой. Білмеймін. 26 бітіп жатыр ғой енді былай қарағанда, бірақ 25-ке қарағанда сал ауырлау болып тұр. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Жұмыс деп өзі жаңалықтарды да Украина мен Ресейдің арасында қақтығысты да қарағында келмей қалады екен. Елде болып жатқан мәселені айтайын десең, не болып жатқанын барлығын білесіздер. Құрылтай болып жатыр, жүрек қалауымен қатысып жатыр біреулер. Жалпы сондай. Сол қазақ болып тұр ғой әңгіменің ашығысы. Бір кедейліктің жібін қашан үзеткенмін деген бір видеолар шығып кетті. Осы Қазақстан қашан үзеді екен деймін де, жіпті үзіп дамыған елдермен дос болып, халық ояу болып ашық ойын айтып, мемлекеттің мүддесіне деген сөйтіп қашан бір жарқырап шетелден Қазақстанға келіп, мысалға Британияға шетелге жұмысқа құлпынай анауына теруге менен документ тапсырдым. Енді сайтпен енді дұрыс тапсырдым ба білмеймін, жауап жоқ. Сөйтіп енді 40 адам, 7000 бірдеңе адамы бар бір группаға кіріп қалдым. Сол жерде енді барлығы жанталасып жатыр. Ой, барып қалсақ екен, үйтіп қалсақ екен, бүйтіп қалсақ екен деп. Былай қарасақ жұмыс болып жатыр. Ақшаның құны жоқ па, береке болмай қалды ма білмеймін. Жағдай басқаша болып. Сіздерде қалай екен білмеймін. 2026 басқаша болып тұр. Болмаса жердің асты байлыққа толған еліміз ғой. Сол байлықты халыққа жұмсап, халықтың жағдайын жасап, халықта ояу басы жағдайын жасайды да, ояу болмай индемей жүре берсең, жағдай жақсы екен деп жүре береді. Алдында бір қырғыз бір журналист сұхбат беріпті, бір өздерінің арнасына. Сөйтіп сол журналист былай әңгіме айтып жатыр. Қырғызстанның дейді, енді діни басқармасының имамдарына бір өтінішім бар дейді, десе, бір бай болып өмір сүрейікші деп бір уағыз айтыңыздаршы дейді. Енді уағыз айтады ғой, енді бай бол, байлықты жүрегіңде ұстама, қолыңда ұста. Оң қолың берген сол қолың білмесін, сол қолың бергенді оң қолың бермесін. Кедейлер жәннатқа кіреді. Тағы не? Бір күн, енді Қырғызстанда айтады ма білмеймін, бірақ бізде айтады, бір күн ертеңге жейтін бір наның болса шүкір де. Бұрынғы заманда айтады ғой енді, осылай сахабалар үйтіп жепті, бүйтіп жепті депші. Ана журналист айтып отыр да, халыққа бір бай болыңдар деп айтыңдаршы, бай болыңдар. Бай болғанның не артықшылығы бар дейді, мысалға. Бай адам өзінің құқығын талап етеді, мемлекеттен болсын, адамнан болсын дейді да. Кез келген жерде беті ашық сөйлейді дейді, ақшасы бар, мемлекеті бай, халқы бай болса, ол шетелге шығып демалады. Байлықтың қазіргі заманда пайдасы мемлекеттің дамуына да үлкен үлес қосып тұр дейді. Халқың бай болса, мемлекеттің басына кім кеп ойбаймен
қалай айтсам екен, конституцияны өзгертемін де үйтемін де бүйтемін десе ана байларың шығады да. Байлардың болғанда бүкіл халықтың жағдайы жақсы бір жақсы, ертең жұмысқа шықпасам ақша болмай қалады деген ойда болмайтындай жағдайда болса, мысалға бір қалтаңда бір жоқ дегенде миллион теңге жүрсе да, енді біреулерге ол ақша, біреулерге ақша емес қой, енді жоқ дегенде енді бір ай жұмыс істемесем де өмір сүре аламын деген деңгейде болатын болса халықтың жағдайы, онда халқың дамиды дейді. Ал халқың аш кедей, жалаңаш жүретін болса, ол дамымайды дейді. Неге? Қарны аш халық, ол елде не болып жатыр? Тоқаев ана жаққа ұшып барып жатыр ма? Мына жаққа ұшып келіп жатыр ма? Бектенов премьер-министр кабинетіне шығып жұмыс істеп жатыр ма? Же болмаса қол астындағылар берген қағаз оқып беріп жатыр ма? Одан хабар болмайды дейді. Құрсын өзім өмірімді күніне 5 теңге тапсам да соны табайын деп солмен жүреді дейді. Қашан бұл шетелге шығып бір арқа-жарқа болып, қай жақтың азаматтары десе Қазақстандық дейді екенбіз. Шығып жатқандар да бар шығар енді. Білмеймін енді. 2026-да жақсы жігіттерді танимын, таныстарым. Хабарлассаң, биыл қиын болыптыр дейді. Биыл әңгіменің ашығы жағдай, туалетке кіретін адамдар азайған ғой. Бұл деген сөз туалеттің өзінде жұмыс болмай жатыр деген сөз, мысалға. Жалпы сондай ақпараттарды қарап айтайын десем, бізге керек ақпараттар аз болып тұр. Енді Украина мен Ресейдің арасында қақтығыстар болып жатыр. Мықты елдермен дос болып, халық қаласа мемлекетке келген премьер-министр, президентті алып тастайтын деңгейге жетсек те, мысалға тағы Британияны айтсақ болады. Мынау Кир Стармер деген бар, премьер-министр болған. Сол 2 жыл жұмыс істеген, тағы 5 жыл жұмыс істеуге рұқсат болған екен негізі өздерінің заңдарында. Сөйтсе соны сайлаған партияның жұмысына халық көңіл толмай, Стармерге де көңіл толмаған ғой. Сенке келінен бастап енді көтеріліп кетті заттар, жағдай сәл нашарлап жатыр. Бірақ жағдай нашарлап жатыр дегенде орталық Азиядан Британияға барып жұмыс істеймін деген адамдар қырғындаш. Олардың өмір сүру қаржылық тұрғыдағы жағдаймен біздің қаржылық тұрғыдағы жағдай салыстырсаң жер мен көк дейді. Британияның өзінде Стармерді айтты да, халық саған көңіл толмай жатыр, біздің партияға да толмай жатыр. Стармер айтты, ол жақсы жігіт екен. Көңіл толмаса онда менен мықты жігіттер келсін деді да, тапсырып беріп, енді Британияның короліне барып, қолымнан келгенде істедім, енді одан ары басқа біреу істесін деді да. Енді демократиялық ел дегенмен олар әлі өздерінің бұрынғы корольдарына басып, сыйлап өтеді. Сыйлап өтіп та жүр. Сөйтіп кеткен екен. Бізде енді білмеймін, енді халықтың жағдайы жасаймыз деп келген адамдар халықтың жағдайын жасап жатыр ма? Қалай жасап жатыр ма негізі? Одан бағана бір ақпарат оқып қалдым. Бұл ақпаратты мен бір 6 ай бұрын айтқан едім. Бір ақпарат шыққан еді. Қазақстанның интернетін Ресейден аламыз ғой, сол интернетті өшіріп, Әзербайжан мен Қазақстан, Баку, Түркия ары қарай Еуропаға шығатын Каспийдің астынан желілер тастап жатыр екен. 300 қанша деді? 380 шақырымдай кабельдер тастап жатыр екен судың астына. Енді бізге келем дегенше, сондай Ақтауға келем дегенше. Сол егер тасталса, Ресейдің интернетінен бастап, Әзербайжан бауырларымыз арқылы арыға Түркия, Грузия, анау Еуропаға прямо шығатын болыппыз. Бұның алдында да мынау аты кім еді? Финдер Ресейдің сырттан келетін интернетін өшіреміз, енді Финляндия арқылы өтеді ғой деймін. Соны өшіреміз деген еді, былай қарасақ Ресей қосылатын сияқты. Қазақстан да Ресейге ар ойнап тұрған мәші интернет өшсе, же болмаса Ресей өзінің сыртқы интернетін өшіріп қуаттанама сондай болып жатыр жалпы. Жалпы 2026 қызық болып тұр ғой, халыққа да мемлекеттерге де. Жалпы ойларыңыз жазып кетіңіздер. Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Байланыстамыз, жұма қабыл болсын.